сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, орындарыңызға отырыңыздар. Our lesson, okay? Let's start. Let's answer and guess the translation of the words. Read. Information. Okay. Information. Yes, very good. Демек, бүгін сабақта біз не туралы айтамыз, балалар? Компьютер туралы. Өте жақсы, балалар. With our new words, let's make some sentences. Давайте составим предложение. Сөйлем, жаңағымыз айтқан сөйлем. We find information internet. Керемет. Қазақ тілінде кім айтады? Компьютерде фильм көруге болады. Okay. What else? We can be taught when we work on the computer. Yes. Okay. Компьютермен жұмыстар және ақпараттарды көруге болады. Керемет, жақсы, өте жақсы, балалар. Өте жақсы. Бүгін біз Марио орнында бал жинаймыз, ұпай жинаймыз. Жарай ма, балалар? Сабақтың соңында сиқырлы санчықтан кері байланыс беріп, сыйлықтарыңызды аласыздар. Ал жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютердің пайдасы мен зияны. Сабағымыз оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары: мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, мәліметтерді жинақтай отырып тақырып бойынша постер жасау. Және ағылшын тілінде кейбір таны жалпы және оқу тақырыптары аясында қысқаша мәтіндердің мәтіннен негізгі ойды анықтау. Демек, сабағымыздың мақсаты, балалар, бүгін біз мәтіннен 3 негізгі ақпарат табамыз, 6-7 мәліметтерді жинақтап, тақырып бойынша біз постер қорғаймыз. Ал және ағылшын тілінде қысқаша мәтіндердің мәтіннен 3 негізгі ойды анықтайды. Керемет. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз проблемалық оқыту түріне бағытталған, балалар. Енді сіздерге мынандай жағдай: егер бізге шұғыл тапсырма берілсе, біз оны қалай орындаймыз? Компьютерден сол жазамыз компьютердің Google-на, ол бізге көмектеседі. Тағы кім ой қосады? Рухая? Компьютерден ақпарат алуға болады. Компьютерден ақпарат ал. Тағы? Компьютерден кітап оқуға болады. Керемет. Тағы? Компьютерден біз өзіміздің бағаларымызды білуге болады. Қалай білеміз ол компьютерден біз? Нені ашамыз? Білім класты ашып бағаларымызды қараймыз. Өте жақсы, баяғыда біз күнделікті қолданбаймыз, бұлай мектепте барлығы бар. Әнді табаламыз. Өзімізге ұнайтын әнді де таба аламыз. Жақсы. Компьютермен ашық сабақ өте аламыз. Ашық сабақ өте аламыз ба компьютерден? Жақсы. Сендерге тағы бір сұрақ. Адам өмірінде компьютердің маңызы қандай? What is the role of computer in our life? Екі тілде жауап берсеңіздер болады. Адам өмірінде компьютердің рөлі қандай? Кім айтады? Тағы мерек? Өте маңызды. Біз компьютерден өз жұмысын жасай аламыз. Бізге ұнайтын әнді таба аламыз. Білім кластан өз бағаларымызды көре аламыз. Керемет. Тағы кім ой қосады? Адамзат? Компьютерде фильм көре аламыз. Компьютерде музыка Тыңдай аламыз. Азиз? Компьютерде біз достармен ойна аламыз, Жақсы, және достармен Сіздер сұрақ жаза аламыз. Керемет. Өте жақсы, балалар. Келесі тапсырма, Okay. So now we are going to work with text. I'll give you text in English and in Kazakh. Ағылшынша және қазақша. You should answer the questions and find 3 main information, okay? Үш маңызды ақпарат. Енді балалар, біз жаңа сұраққа жауап бердік қой. Енді өзіміздің осы берілген сұрақтың жауабын іздейік. Алдарыңызда мәтін беріледі. Осы мәтінді таныстырыңыздар, балалар, таныстырыңыздар. Мәтін бойынша сұраққа жауап береміз және мәтіннен 3 негізгі ақпаратты табасыздар. Және балалар, алдарыңызда сіздердің орындап келе жатқан тапсырмаларыңыздың қаламы мен ескерткіштер берілген. Жерге қарап отырып тапсырмаларыңызды орындайсыздар. Ал балалар, мәтінмен танысыңыздар. 3 minutes. 3 минут уақыт беріледі. Ал оқыңыз, балалар.
Жақсы балалар, мәтінмен таныстыңыздар ма балалар? Иә. Мазмұнын түсіндіңіздер ме? Иә. Жақсы. Мен бірінші сұрақ қояйын, сосын Надира Казимировна қояды. Ағылшын тілінде, қазақ тілінде. Бірінші топ, компьютер қандай құрылғы? Рукая? Иә. Компьютер ақпараттық үдеріске арналған құрал. Үдерісті арналған құрал. What is a computer? Please, minute. Computer is a tool for carrying out information process. Okay, right you are. Компьютердің пайдасы қандай? Оның пайдасы көп. Білім аламыз, жұмыс жасаймыз. Дұрыс пайдалансақ, иә? Өте жақсы сұрақ. Аха. Okay. What are the disadvantages of using computer? Disadvantages, минусы. Давайте, Юлик. Reduce Eyesight. Reduce eyesight, okay. Hard pressure on the nervous system. Yeah, put pressure on the nervous system. Иә, Yes. дәл осы сұрақ қазақ тілінде балалар. Компьютердің қандай зияны бар? Мария? Компьютерға көп қарайсың, көзің ауырады. Иә, компьютерге көп қарасақ көзіміз ауырады. Дұрыс айтасың, Ясмина. Компьютерге көп қарасаң, сенің белің ауырады. Иә, дұрыс. Сен ауада, таза ауада ойнауға керек. Ойнау қажет, иә, өте жақсы жарайсыңдар. Тағы Мұстафа, қандай зияны бар? Компьютердің зияны компьютерді көп көрсең, көзің ауырады. Компьютерді сыныпта қолны көтеріп жауап беру керек. Компьютерде көп отырмау керек, иә? Көбінесе сыныпта біз белсенді болуымыз керек. Ойын осы ма? Жақсы. Завал тағы? Компьютердің зияны 60-70 сантиметр арақашықтықта Ара қашықта біз отыруымыз керек, бізге зияны экранның омыртқамызда қисат болады. Жақсы бала, өте жақсы. Ал енді келесі біздің бұл жердегі қарасаңыздар, біз енді үш негізгі ақпарат табуымыз керек балалар. Сұрақтарға жауап бердік. Енді үш негізгі ақпарат табамыз. Can you name 3 main information? Үш ақпарат. Мәтінге тағы да назар аударайық. Және үш негізгі ақпаратты қарайық. Мұстафа қараңыздар мәтінге. Кім айтады? Ясмина? Мысалы, пән бойынша реферат Реферат жазуға береді тапсырма. береді. Тағы, Рухая? Компьютерде тергеу жұмыс пен қолмен жасалған жұмыстың айырмашылығы неде? Бұл сұрақ қойып тұрсың. Мен негізгі ақпарат деп отырмын. Завал? Рефератқа сурет керек болса, оны қайдан таба аламыз? Жақсы, болды. Білеміз, таба аламыз. Жақсы жағы? Тағы бар ма? Please. Ағылшын. Юлик. Computer is a tool for carrying out information processes. Computer helps us use our time efficiently. Okay, Amela. When I don't use the computer properly, it can be harmful. It can be harmful. Okay, very good. Right you are. Өте жақсы балалар. Кішкене сіздер негізгі тақырыпқа жақын болдыңыздар, бірақ менің ойымша жауап кішкене келмеді. Енді балалар, біз сендермен мәтінмен танысып, енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердік. Сіздер ақпаратты тауып алдыңыздар. Енді осы сыни тұрғыда берілген, Люми платформасында берілген ақпаратты біз қосымша және негізгі ақпаратты ажыратуымыз керек балалар. Бұл жерде мәліметтер қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де берілген. Келдіңіз, Алиша? A computer helps us use our time efficiently. Бұл негізгі ақпарат. Жақсы. Okay, right you are. Рухая? Компьютерді дұрыс пайдалансақ, оның пайдасы көп. Бұл негізгі ақпарат. Жақсы. Ма қосымша ма? Негізгі. Негізгі ақпарат Жоқ, қабылдамады. Бұл? қосымша ақпарат. Жақсы. Келіңіз Дениза. It makes tasks like reading reports, copying and adding images as a role. Негізгі ақпарат. Жақсы.
Tergilen жұмыс Terilgen. жұмыс көркем әрі таза көрінеді. Қосымша ақпарат. Жақсы. Компьютер ақпараттық үдеріске орындалған Бұл негізгі ақпарат. өте жақсы. Гамзат келіңіз. ақпарат алуға тыңдау көру өңдеу Тарату қолданылады. Жақсы. Келіңіз соңғысы завал. Компьютерге тәуелді балаларды шашаудан пайда болады. Ол қосымша ақпарат. Өте жақсы. Біз сендердің компьютердің пайдасында мәтінмен танысып, компьютердің пайдасында зиянында білдік, ол біздің өмірге тілінде екінші топ ағылшын тілінде. Осы компьютердің пайдасы мен сіздер пайдасын қазақ тілінде мәліметтерді жатқызасыздар, ал сіздер ағылшын тілінде. We are going to write about disadvantages, okay? Okay. So, but here is a computer. This table. Birbirinizді бағалайық. Болды ма? Бірінші топ келіңдер ортаға. Бірінші топтың тыңдаңыздар. Екінші топтың топ басшысы. үшінші фильм көре аламыз. Төртінші үй жұмыс істеуге болады. Жақсы бала. Алиша, бағалаңыз қалай бағалайды? Мен бұл топты қызыл түспен бағалаймын, өйткені бұлар өте жақсы жұмысын атқарды. Қандай критериймен бағалап отырсыз? Мен Хабарлануы, иә? Ал көркемділігі? Көркемділігінде мен қызыл бағамен бағалаймын, өйткені олар бәрі дұрыстап оқып, сөйтіп істей алды. Өте қатесіз, бәрін дұрыс жазды. Жақсы, рахмет балалар, отырыңыздар. Енді екінші топ. Play computer games. Computer technologies also have its disadvantages. Sometimes we can have problems with our brain. If we want to be healthy, we should make pauses while working on the computer. A lot of children play to games. It is bad. Okay, very good. Компьютердің пайдасында, зиянында айтып келдіңіздер, дұрыс па? Енді бізге осы өмірде компьютердің зиянынан сақтану үшін, өзімізге зиян тигізбеу үшін, осы проблеманы зерттеу мақсатында сіздерге мен жағдайы тапсырма беріледі, сурет желісімен. Бұл жерде қазақ тілінде рукая оқып берсеңіз. Мақсаттың көру қабілеті нашарлап, арқасы аула бастады. Мектептегі достарымен араласпады. Себебі компьютерде ұзақ отырып, компьютерлік ойындарды көп ойнады. Ол ашуан болып мектепте нашар оқи бастады. Мақсатқа мектептегі бағаларын жақсартып, белгілі болуға қалай көмектесуге болады? Керемет, бұл біздің сұрағымыз. Енді осы мақсат Maksat now has problems with his eyes and he started having back pain. He lost his friends at school because he spends too much time playing computer games. He has become aggressive and is performing poorly at school. How can we help Maksat improve his grades and become friendly again? Ал балалар, енді сіздерге суреттер берілген, алдарыңызда суреттер тұр. Енді ортаға жиналы. Мақсатқа компьютерде отырған кезде 60-70 сантиметр арақашықтығы болу керек. Компьютердің қасында гүлдер болу керек. Компьютердің защита болу керек. Қорғау. Компьютердің үстінде көзілдірік кию керек. Компьютерде тұрған кезде, Достармен далада ойнауы керек. достармен далада ойнау керек, иә? Көзіне жаттығу жасау керек. Түсіндіріп берді. Өздері түсіндіріп берді, иә? Суреттерді жақсы. Балалар, рахмет, отырыңыздар орындарыңызға. We should put a lot of cactus.
We should to play in the fresh air. We should do sport. We should eat healthy food. We should wear glasses. Glasses. We should glasses. We should sit at computer Properly, okay. We should do eye exercises. Yes, eye exercise. Very good. Please, let's evaluate. Мен екінші топты өте жақсымен бағалаймын, қызыл түсімен бағалаймын, өйткені олардың көркемділігі мен айтқан сөздері өте жақсы болды. Okay, thank you very much. Тапсырмалар. Тапсырмаларыңызды өте жақсы орындадыңыздар. Енді Файзаларна, балаларыңызды өте жақсы жинап бердіңіздер. Сиқырлы сандықтан сіздерден Марио сіздерге хат жолдапты. Осы жерде сабаққа келіп алаңыз берсеңіздер. We should write here a letter to Mario and say, what did you learn today? Did you enjoy the lesson? And what was new for you today, okay? Then we put it into our report. Ya, біздің сыйлығымыздан жазамыз балалар. Tamam. 2 minutes. Mustafa kolunuzdan alın. Al, okey. Mustafa. Al, kaldı. Al, şöyle. Yok, artık sen bugün esinde ne sақтадың? Балалар келіп ойлаңыз. Маңызды сабақта не болды? Есте сақтадым. Мен бүгін компьютердің пайдасы мен зиянын есте сақтадым. Жақсы. Өте жақсы. Алиша, please tell. Менің атым Ашқан Алиша. Мен компьютерді қалай қолдану керек екенін еске сақтадым. Мен компьютерді қолдана аламын. Маңызы, компьютерді дұрыс қолдану қажет. Okay, very good. Рухая. Мен есте бүгін компьютердің зияны мен пайдасын сақтадым. Жасай аламын, мен компьютерді өте жақсы білемін. Маңыздысы осы сабақты мен күшті түсіндім. Өте жақсы. Рахмет сізге. Ал енді тағы да Мелек. Мен бүгін компьютердің зияны мен пайдасын есімде сақтадым. Мен компьютерді өте жақсы жасай аламын. Маған бүгінгі маңызды компьютерді қалай қолдану керек. Okay, very good. Ясмина. Менің атым Ясмина. Есте сақтадым, жақсы сақтадым компьютерді. Есте сақтадым. Есте сақтадым, қалай пайдалану Керек. Okay, very good. Жақсы. Жаса Аламын. Не жасай аламыз? Компьютерді дұрыс пайдалану. Жақсы, Ясмина. Жақсы, рахмет. Now, I'll take your letters. I'll take your letters. Put into the box. And you'll get your present. Балалар, қазір міне хаттарыңызды Мариоға жолдаймыз және Марио сіздерге кішігірім сыйлық берді. Here's your present. Here you are.